ертеде ешкі жүні бөртеде бұрында бір екі дос болып, жақсылықпен және де жамандық. Екеуі әңгімені айтып отқан жерінен жолға шығуға шешім қабылдайды екен. Екеуі аттарын жүгендеп, жол азығын түгендеп, тоқтамастан бірнеше күн жүреді екен. Сөйтіп екеуі тоқтап тұрып, тамақтарын жеп алып, бір кезде жамандық өз азығын жеп қойып, жақсылыққа былай дейді: «Менің азығым таусылды, аштан өлмесем болды». Дегенде жақсылық оған тұрып: «Келе ғой, екеуміз бөлісіп жейік». Сөйтіп екеуі жүріп, жақсылықтың да бар азығын таусып, қомағай жамандықтың тағы да мазасы қашып былай дейді: «Екеуміздің азығымыз таусылды, менің қарным ашты, мен бұндай аштыққа шыдай алмаймын. Сенің атыңды сойып, соны азық қылайық», дейді. Жақсылық досына жаны ашып, өз атын сойып, жамандықтың қасында жүреді екен. Бұл еттінде таусылуына жақын қалады. Сонда жамандық: «Маған енді оның еш пайдасы тимес» деген оймен жақсылықты жапан далада жалғыз қалдырып кетеді. Жапан далада жалғыз қалған жақсылық әрі жүріп, бері жүріп, қарны ашып шаршап, бір кезде алыстан бір үйді көріп қалады екен. Сол үйге барып, есігін ашса, ішінде қазан толы ет тұр екен. Ол етті жемей тек қана қол ұшын батырып, сол үйдің жанына барып жата қалады екен. Бір кезде үйге түлкі, қасқыр арыстан үшеуі үйге кіріп тамаққа отырады екен. Әрқайсысы көрген білгенін айтады екен. Бірінші болып түлкі сөйлейді екен: «Пәлен деген тоғайда алтын көмілген, мен соны күнде қарауылдап жүрмін» депті. Сонда арыстан: «Ал мен болсам пәлен деген байдың күнде бір жылқысын жеп кетемін. Оның ешбір жүйрік аттары маған жете алмайды. Жететін бірақ тайы бар, бірақ оны ешкім білмейді. Бай мен ұстаған адамға бір жылқы берем деп жар салыпты» депті арыстан. Сонда қасқыр тұрып былай депті: «Мен пәлен деген байдың бір тоқтысын қарауылдап жүрмін. Бұл байдың науқастанып жатқан бір қызы бар. Кім қызын жасса, сол адамға өзінің қызымен қоса жарты байлығын беремін» депті. Ол тоқтының бауырын жесе жазылады. Сөйтіп танытпай барлығы артынша кетіп қалады екен. Түлкі, арыстан, қасқыр үшеуі кетіп қалады. Бұның барлығын естіген жақсылық таң азанымен ұзақ жолға шығып, үшеуінің барлығын айтқан әңгімесін бұлжытпай орындап, байлыққа шығылады екен. Арада 2 жыл өтіп, алдынан жамандықты кездестіріп, жамандықты танымай, жамандық оған: «Жақсылық жанау, мен саған жамандық қыламын деп, сені байлыққа кенеттім. Маған көмектес, мен саған жамандық жасасам да, сен маған жаныңды ашып, жақсылық қыл» дегенде жақсылық басынан өткен бар оқиғасын айтып береді екен. Соның барлығын естіген жамандық жарайды деп жолға шығып кетеді екен. Ол да жақсылық айтқандай ол үйді көріп, үйдің ішін қараса, қазан толы ет толып, оны шыдамай көріп, жамандық барлығын жеп атқан кезде, соның барлығын көрген түлкі, арыстан, қасқыр үшеуі кеп жамандықты ұстап алады екен. Сөйтіп жамандықты құлдыққа алып, жамандық жылайды екен. Жақсылық өз жақсылығынан байып, жамандық өз жамандығынан құлдыққа түсіп, осылайынан болады. Балалар, тек қана жақсылық жасайық.